Махаббат қызық хикая. Жиырма бірінші бөлім. Ойбай, жеңеше не істедіңіз? Дамбалдарын әдемілеп жинап қойып едім. Оны мұнда келуші болма дегенім қайда, Зүбәйір? Төрем мені тыңдайма, жеңеше-ау. Қазір келіп, мұнаны көрсе бар ғой. Ұлан қайыр соғыс бола. Ой, не болса о болсын. Енді бір адымда шегінбейм. Қай мәселеде шегінбейді екенсің? Қай мәселе болса дұрса, әсіресе саған қатысты мәселеде. Сен менің бөлмемде не қып жүрсің өзі? Өзіме орын дайындап жатырмын. Сен кететін болдың ғой. Ой, қыздар, оның қатысы қанша? Сенанға ерегісіп толғамен тамаққа баратын жынды емеспін ғой? Ай, қойшы Пелин. Тоқтаңдар, мен мұны бұлай жорыдым. Сен Синанға қатты ашулысың, қатты дегенде тіпті систаларға айтпайтын дәрежеде ашулысың, қатты дегенде бар ғой, тіпті толға деген жұқсызбен тамаққа баратындай ашулысың. Пелин, айтшы, не істеді ол саған? Қыздар, біздікілер үйді қопарып тастамай тұрғанда барайын. Төрем, ұят емес пе? Жеңеше, сізді қоя салыңызшы. Болды енді. Жібер дей. Измерлік тәрбиемнен дым қалмады, енді басқа Сухейланы көресіңдер. Жібер дедім саған. Ал жаным, біз ол басқа Сухейланы баяғыдан көріп жүрміз, алаңдама. Бер дейім саған, құдай ау, берсеңші, не деген Бермеймін қырсық адамсың. Бұл не сұмдық, Әкең заттарын жинап жатты. Көрдің ғой міне, осында келгел не өзіне, не маған тыныштық жоқ. Осы екеуіңе не жетпейді, не деген бітпейтін ұрыс? Негізі, ажырасамыз ба дегенбіз, қызым. Онда ажырасыңдар. Шаршадым мен. Ажырасып келе жатқандарыңа неше жыл болды? Не істесеңдер де ұрыспай, таласпай істеңдерші. Біздің Билент ресторанның қарызға батқанына өзін кінәлі санайды. Бұл мәселеге сонша алаңдауы да, әр нәрседен сезіктенгіш болуы да сода. Сол әңгімені қозғамай-ақ қойса қайтеді, қажет жоқ. Билент негізі жақсы адам. Кісіге қиянаты жоқ. Соны білсін деп айтқаным ғой. Жақсы. Сен солай десең, бір жолға кешірдім. Кешірдің бе? Я, кешірдім. Өйткені ол сенің досың, әрі қадірлі адамың. Олай болса мен үшін де қадірлі. Болды, енді айта бер. Әйтпесе менің жүрегім толқып әрең отырым. Ой, Толға, сені мұндай күлдіргі деп ойламаппын. Бұрын мұндай емесең? Иә, осы уақытқа дейін жылаттым ғой, енді тек күлдірейік. Я, сенен тыңдап отырым. Жоқ, Толға, ол айтқаныңның уақыты өтіп кетті. Сондықтан достық сыйластығымызды жоғалтпайық. Жарайды. Сен солай десең. Солай болса жады. Жаным. О, сұмдық-ай. Бұл не, бізді аңдып жүрме сонда? Рахмет. Мүмкін емес. Толға, сен мұны біліп? Қайдан білем мен? Журналистердің аяғы жетпейтін болғасын осы жерді таңдадым. Байқа, бүгін тағы бір шулыған боп жүрмесін. Мен олармен мүлдем сөйлескім келмейді. Ешқандай шулыған болмайды. Сенбесең өзің көр міне. Толға, тоқта деймін саған. Толға. Мына балаға кешегі аяғы аз болған екен. Ай, кешіміздің шыртын бұзады. Қалғалай бауырым. Менің саған айтар сөзім жоқ. Оның да айтар жоқ. Жүр, Толға. Тоқтай тұр, қымбаттым. Бір сөзім бар. Мойындайым, менің кешегі әрекетім онша дұрыс болмады. Сенің алдыңда, ресторандағы жұрттың алдында ұят қылдым. Кешірім сұрайым. Айып етпе, бауырым. Жарайды. Мазаладық ау деймін. Жақсы кеш болсын. Мен істемедім дейсің, бірақ басқа ештеңе айтпайсың.
Қалтаңнан шыққан ақшаның қайдан келгенін түсіндірмесең, көзің жылтырап түрмеге аттанасың. Жақсы, айтайын, түсіндірейін. Тек бір өтінішім бар. Қайдағы өтініш? Шайханадағы досыңа кеп отырмедің? А? Жоқ, Басеке, кешіріңіз. Ақшаны қайдан алғанымды қайненеме айтпаңыздаршы. Мынаны қара. Сотталып кетуден емес, қайненесінен қорқып отыр. Ей бауырым, қайненең адам ба аждаһа ма? Қызығы өзі. Осы уақытта неменеге тұрдың, апа? Жата алмадым. Сен де осы жерге қамалып алдың. Неджепке ертең кеттің костюм қарап жатырмын. Құдай-ай, 100 костюмі бардай айттың ғой. Жоқ, әрине, байғыз. Жалғыз тойда киген костюм және 4-5 көйлегі бар. Апа, таңертең ерте тұрып, Неджебіме жаңа костюм алсақ қайтет? Хава, жынымды келтірмей тұршы жаным. Ақысын төлей. Егер ол шынымен тонаған болса, смокинг кигеннен, фрак кигеннен не ғайыр? Әлгі полицей бала сотқа деген құрметін көрсетіп дұрыстап киініп келсін деді, апа. Әрі Неджепке ақшаны қайдан алғанын айтып бермекші маған сөз берді. Аха, ерікпей кейсін андағыны. Қарағым, әлі соттың шығыны бар, адвокаттың ақысы бар. Шығынға белшемізден батырып қойды ғой, түсінсеңші сенде. Құрбан айт күні кесін деп Неджебіме бір жақсы көйлекті тығып қойғам, сандықтан алып шығайын шыттай боп соны кесін. Есіме түскені жақсы болды ғой. Рас екен. Ұрлағаны рас екен. Демек ачарсан ұттым де. Иә. Бірақ келістік қой, қайненеме айтпайсыңдар. Ал енді айтшы, қай ачарсан ұттың? Елазық ачарсы, 3 күн бұрын болған. Ахмет, сен осы ақпаратты нақтылап берші ғане. Жақсы. Елазық атшарсы де. Сонымен не болды, шығатын болдың ба? Бұйырған күні шығасың, саспа. Мұна жер ыңғайсыз болды ау. Мұналармен. Не істейміз? Басқа жерге барамыз ба? Жоқ, айналайын. Қажет болса өздері кетсін. Жоқ, мен саған ыңғайсыз болама деп айттым. Маған енді бәрібір. Мұналар оңаша кездесіп маңызды бірден айтып отырау деймін. Сен аны ұсыныс жасайтын сияқты мақалай. Титтей ақылы болса келіспес. Өзің ойлаш. Тойында тастап кеткен адамға екінші рет қалай сенуге болады? Сені көрген адам қызғанып отыр деп ойлайды ғой. Қызғану деген менің табиғатымда жоқ. Оның үстіне адам сүйгенін ғана қызғанады. Ал енді сені бұл жерге неге шақырғанымды айтайын. Синан, сонда сен маған... Өмірден қол ұстасып бірге өту үшін, енді қайтып бір-бірімізді жоғалтпау үшін, бір-бірімізге дем беру үшін, өмірлік серігім болуға, жаным,
жарым, мәңгі өшпейтін махаббатым болуға келісіміңді беремісің? Я, Келісесің ғой яғни. Мен бекер қорықпын ғой, келіспейтін шығар, хабарласпайтын шығар деп. жоға, неге келіспейін? Хабарласам ғой, хабарласам әрине. Ай, байқұс қызым, не істедік мен жаным ай. Жарығым ай, қоя ғой жаным, құрбаным болайын хабам. Жыламашы күнім, жыламашы жарығым, жарығым болды, сабыр етші жаным. Сабаңа түсші алтыным, сол ақылың бар ғой, қоя ғой енді, қоя қойшы. Алтыным, жаным болды. Сен бізді мазақ қылып отырсың ба не? А? Неге? Ел азық жарысы болған күні ұтысқа 50 лира ғана беріпті. Жоға, түкте ондай емес. Бауырым, неге уақытымызды алып отырсың? Сен бізді ақымақ көремісің? Жоға, ағасы Құдай сақтасын. Өзіміздің Феридунмен ойнаттым. Кейін Феридун келді де ұттық деп жартысын тастап кетті. Кім ол Феридун деген, қайда тұрады? Біздің мақалада. Мекен жайын берейін, бірден тауып аласыз. Жаңағы Феридун айтқаныңды растасын деп тіле. Растамаса бұдан да зор тергеу болады. Өмірге келгеніңе өкінетін боласың. Ұқтың ба? Маған жақсылық қылдың. Мұны өлгенше ұмытпаймын. Өзім үшін емес, түсінесің ғой. Өзіме болса бұлай жалынбас едім. Анам үшін. Қайткенмен ата-ананы разы қылу парыз ғой. Я, сонымен бірге бақытты бола аламыз ба? Біз мұнда сол туралы сөйлескелі келдік қой. Жауап бермес бұрын бір ауыз сөз айтайын. Жақсы, айта бер. Сен өте сұлу, өте ақылды әйелсің. Жасыратын жоқ. Жүректі жарып шыққан сөздерің маған қатты әсер етті. Ал мен ашуланып қалдыма деп ойлап ем. Неге? Мені сүйгенің үшін бе? Адам біреуді сүйді деп ренжуге бола ма? Тыңда, Жайда. Мен сүйіспеншіліктің не екенін өте жақсы білем. Сүйгеніңмен ылғи бірге болғың келеді. Оған жақсылық тілейсің. Тіпті жай тілеп қана қоймай, жақсылық жасауға тырысасың. Бұл жағынан мен сенің алдында қарыздармын. Менен ештеңеңді аяған емес. Ал ғашықтық. Оның жөні басқа. Ғашықтық адам баласының ең бір қайшылықты күйі. Ақыл есті тұмшалайтын сезім. Жүрегіңе қағылған татты сына сияқты. Суырып алса, жарадан айығар едің, бірақ ол жараны ешкімге көрсеткің келмейді. Я, енді сынаны сына шығарар деп бекер айтпаған ғой. Шығаруын шығарады ғой. Бірақ ол алдыңғы жараны жаза алмайды. Жарайды, өз әңгімемізге оралайықшы. Екеуміз туралы айтып отырайық қой. Біздің жағдайымыз... Тыңдашы, Жайда. Мен саған әрдім. Сен маған, яғни тура менің өзім сияқты. Айта бер. Кешірерсің. Бұған жауап бермесем болмайды, ренжіме. Иә, анашым. Синан, балам, отырыстарыңа бөгет болдым ба? Тыңдашы, балам. Мен қорқып отырмын. Әпкеңе бірдеңе болды. Сөйлесем жауап бермейді. Бір нүктеге қадалып, қатты
да қалды байғыз. Ауырып қалды ау дейм, тез келші. Жарайды, апа, сен сабыр ет. Әпкемнің жанынан кетпе, мен қазір барам. Синан, не болды? Әпкем ауырып қапты. Не дейді? Синан, не болды? Отбасылық мәселе. Сен басыңды қатырма. Өзіміз шешеміз. Қайтеді өзі? Адамгершілік қылсаң да жақпайсың. Сонымен тағы бір қайталаш. Саған не істеп көмектесуің керек еді? Бұл жерді сен жарқып тұрсың, білесің бе? Қалай? Мына күңгірт ортан айтам, өзіңнің қандай тартымды екеніңді білсең ғой. Хайуанмын мен, рас айтам. Ал мен хайуан сүйермін, яғни жағдайға қарай, анда-санда. Яғни біреуінің анасы науқас, екіншісі оған көмектесіпті. Сәл байыбына барсамшы, хайуандық немене? Сен әлі сол жайдан ойлап отырмысың? Жоқ, рас, ол қызды ұнатпаймын, құдай аға. Сонда да менікі ұят болды, түсінемісің? Меніңше сен ол әңгімені ұмытуға тиіссің. Керек десең, ұмытуыңа мен көмектесе алам. Алла разы болсын, рахмет. Ей, бауырым, құдай ақы, екеуміз кәдімгі дос бола бастаған сияқтымыз. Менің шыдамым таусылды, екеуміз қыз бен жігітке ұқсамаймыз, мына бетімізбен жақында қол алысып амандасамыз ба деп қорқам. Оны қайдан шығардың, көңіл күйім жоқ, не істейін? Онсыз да басым қатып отыр. Ендеше көңіліңді көтеру үшін тоқ соққандай қылу керек. Ол қалай сонда? Көзіңді жұм. Айттым ғой, дос болдық деп, кәдімгі дос болыппыз біз. Ей, қайдағы дос? Не айтып отсың? Мен алдамай-ақ қой. Ей, Башак, көңіл күйім жоқ деймін, неге түсінбейсің? Мен сені алғашқы кездесуде үйіме шақырған жігітпін. Басқадай уақыт болса, мен осы жағдайды бірден пайдаланар едім. Мазам болмай отыр. Неге түсінбейсің? Ана жерде не бар? Бірдеңе бар ма? Ештеңе жоқ. Сен бүгін жұмыс істеуді кім шығарды екен? Бенгесу, алтыным, сен жатсаңшы, енді ертең ұйықтап қалсаң, апайың дәптеріңе жақсы көретін жүрекшелеріңді жабыстырмай қой. Ертең жексенбі, сондықтан бүгін ұйқыға еркіндік берілген күн. Жаным, еркіндік дегенде таң атқанша отыр деген жоқпыз ғой. Онда бұл еркіндік емес, мен өзім қалаған уақытында жатуым керек. Егер сенің айтуыңмен жатып тұратын болсам, онда оны еркіндік демейді. Не деуші еді, әке? Құлдық дейді, жаным. Мен білем оны. Өте жаман сөз. Ту, Бенгесу, сен неге айтысып отырсың? Қаласаң да қаламасаң да 5 минуттан соң жатасың. Уан! Бар. Уф! Жүрейін десе, мен қараңғыда қорқамын. Кішкентай ғана кеңесі, мен келгенше ұйықтап қалма, жақсы ма? Мүлдем сөйлемеді ме? Ләммейм демеді ұлым. Қаты кездік қой бұл балам-ау, қаты кездік қой. Сеніп қалдық қой. Бұл жақсы адам болған екен, түзелген екен, енді жақсы боп кетерміз деушек. Көрмейсің бе енді? Ойламаған жерден келді дағы. Ту сыртымыздан пышақ ұрды ғой, қайтейін.
Қайырсыз дейін бе, қасиетсіз дейін бе, залым дейін бе, не деуге болады? Мен саған не жаздым, не Джибау? Не жаздым? Әпкетай, әуелі бір Мен бұған қалай шыдаймын? Қалай көтерем? Хавва, жаным жатып ұйықтап алсаң қайтеді? Бәлкім өзіңе келерсің. Қайдағы ұйқы? Қайдағы ұйқы? Жаным, жарығым, жыламаш. Жыламаш алтыным. Болды енді ештеңе ойлап керек жоқ. Мен сені әрдайым қолдаймын, жаным. Қорған болатын бауырың бар сенің алтыным. Жейда бар. Қайғыға салына көрме. Кетсін әрі түрмеде шірісін. Ол жерде өзі де оңбас көрерсің. апа, қойсан енді. Жоқ, сен маған қой деме. Ешкім маған қой демесін. Ұқтыңдар ма? Мен неше жыл бойы оның кір қоңын жудым. Мына қызды да күңнен бетер қылды. Құрметтен кенде қылмаған сенің өзіңді тонап. Ризығыңды ұрлағанда басқа жұртты аяйды ғой деймісің ол, а? Апа, біліп алмай артық сөйлеме. Қолыңда айғағың бар ма? Қандай айғақ керек, мынаны көрмеймісің? Бұдан артық не керек? Ақтабалар уәжің болса айтшы, қане құлдығың болайын. Ай, Танагөз, ал басыңда. Басың тарт. Ырза, өшір ана теледидарды, бір Өшірілмейді. сөз айтам. Ей, Мені жақсылап тыңда. Біз бұл мәселені екеу ара сөйлесіп шеше алмайды екенбіз. Бірақ мен өте қисынды шешім таптым. сен. Иә, осы үйде тұрып жатқан уақытта екеуміз де Пеленге бір қатар ұсыныстар айтамыз. Қайсымызға көбірек құп десе, сонымен бақыттырақ болады деген сөз. Айтпақшы, Зүбәйір соның бәрін тізіп жазып отырады. Шамба не? Иә, осылайша қызымыздың шешімін біліп аламыз. Білесің ғой, Ырзажан, қыз бала қашанда анасына жақын келеді. Екі жаққа бірдей деген сөз әкелерді алдаусырату үшін айтылған. Башаққа барыспаған жөн еді ғой. Мейлі ал. Пелиннің кімге көбірек құп дейтінін өзің көрендеші. Сол кезде сені кім алдаусыратар екен? Келістік пе? Келістік. Мен де келістім. Теледидарды қосайық. Я, Жансу, Алло, Пелен, кешірерсің, мезгілсіз уақытта мазаладың ба? тыныштық па, Жансу? Бірдеңе болды ма? Әлде Синанға... Жоқ, қорқатындай ештеңе жоқ. Жоқ, сен аяқ астынан түн ортасында хабарласқанға алаңдап қалдым. Не ғой, негізі бір сұмдық жайттар болып жатыр. Әлгі Джейда ойына келген істеп жүр. Бірақ өзі бүгін Синан шефіміздің алдында ақталып шықты. Мен бір сөзіне сенбедім, өтірік айтады. Содан бір ойға келдім, егер сен маған көмектессең... Жоқ, Жансужан, маған енді Синанның не істеп жүргені қызық емес. Ол енді шефіңнің өз мәселесі. Джейданың былықтарын көрсін деп, оның көзін шұқып отыратын жайымы жоқ. Көрсін, көзін ашсын. Оны жақын таныған адам өз-ақ безіп кетуі тиіс. Пелен, түсінесің бе, бұл өте маңызды. Жоқ, шекерім, мен Синанның істеріне мүлдем араласқым келмейді. Жақсы, сау бол. Маубас неме? Хакан? Қане тұр, орнымызға жатайық. Төсектім алыста ғой. Тұрш, енді өзім арқалап апарам. Жүр. Диван емес, тәтті мақта.
ерте тұрып, жуынып шайынып, қызына таңғы ас дайындапты ғой. Ай, Рза, мынауың не? Бір қорамалдың еті бар ғой мына дастарханда. Иә. Бояушы дегенде сақалыңды бояпсың, Пелин мынаның біреуін де жемейді. Оның үстіне мыналарды жесе 3 күнде қоян ауруына шалдығады. Менің алтын қызым сиыр емес, сондықтан анау шөп шаламыңды да жемейді. Әзілдеп тұрмысың? Ең пайдалы ас менің табағымда. Құдай үшін әкет шанауыңды, көрсем құсқым келеді. Гүл сабағымен көрікті, марқа табағымен деген. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Қайырлы таң қызғалдағым. О, дастарханды жайнатып қойыпсыңдар ғой. Иә, міне саған деп таңғы ас дайындадым. Шешеңдікі күндегі таңғас болса, менікі жаңадан ойлап табылған таңғас. Болт айтыспаңдар. Қолдарын дерт көрмесін. Пелин жан, ай, анау тым майлы ғой. Май сасып кетесің. Ой, апа, не қылар дейсің? Үйсі тәбетінді ашып жіберді. 1-0. Мен барып Зүбәйірге айтып келейін. Қызым, міне мұнда жаңғақ бар. Бұлардан да же. Өзің же. Иә. Сен диетадасың ғой? Ох! Түрін ай жарық қыптың. Ай, қызым, мұнда ақ желкен бар. Руккала. Болды, апа қоя тұрш. Адам кішкене жеп алайын. Жақсы болды ғой. Әділдік орнат деген осы. Хавва, киімдерің бе? Құдай жазаңды берсін сенің. Әпке тынышталыңыз. Жігіттер, алаң болмаңдар. Мына ақшаны үйден тауып алдым, комиссар мырза. Не жыбырлаған ақша деп тіркеп қойыңыз. Хавва, мұның не сенің? Сөйлеме. Мен жылдар бойы 1 метр кілемге де риза болып келдім. Кімнің ақылына еріп, жұртты маңдай терімен тапқан ақшасын орладың не жеп. Құдай өмір бойы түрмеге шірітіп жазаңды берсін. Бірақ сен оған да қуанасың ғой. Дайын төсек, дайын тамақ деп. Неджип, мынаған қол қойған соң боссың. Жігіттер қазір сатқа шығарып жібереді. Әпкесі, сабыр етіңіз дедім ғой. Неджип бізге бәрін айтып берді. Бұл ақша басқа жерден келген. Шынырының Неджипке ұқсас болған соншалық тіпті айыру қиын. Қыздар, енді біздің де әрекет қылатын кезіміз келді. Дұрыс айтасың. Неге алғашқы қадамды тек жігіттер жасайды, қыздар да бір қадам жасасын. Меніңше Мен тамаша онсыз да болады. көптен бері сөйтіп жүрмін. Әттең, Хакан ұйықтап қалмаса, сол әрекетті жасайды. Қыздар, әрекет дегенде оны айтып отырған жоқпын. Белсенділік керек, белсенді әрекет жасайық. Спортпен шұғылданайық. Мәселен басқаша өсек айтуға болады. Қалай қарайсың, Сина мен Жейдан айтшы ғай. Ол не істеді, ұсынысына келісті ме? Келіспесе де соның алдында тұр. Оңаша кездесе тамаққа апарады дегендей. Қарындары ашқан ғой енді. Башак, жаным, сенің мысқылыңнан Пелинге еш пайда жоқ. Ұқтың ба? Ұқтым. Жарайды, былай ойлайықшы. Мен өзім осылай болған қаладым ғой. Бәрі бітті, құтылдым. Бітті. Бірдеңе айтсам ұрыспайсың ғой. Ой, қыздар, мен сендерге қашан ұрыстым? Сен шегін жасағаннан осылай болды. Мелиха ханым жеңді. Ой жоға, қайдағы жеңген? Керісінше қорлықты көретін сол кісі анау тас көзден қайбір оңған келін шығады дейсің. Міне, енелердің күңіренген дауысы естілді, өте дұрыс айтады. Қыздар, қояйықшы осы әңгімені, а? Жаным, менің мақұл. Қою оңай ғой, соны қойғаннан сен бақытты болып кетесің бе? Болғым-ақ келеді. Бірдеңе айтайыншы. Айта ғой, жаным.
кеше біздің баланы сүйейін десем сүйгізбей қойды. Неге? Көңілін ауламақшы болғанмын ғой. Түк шықпағасын, бар мүмкіндігімді пайдаланайын деп ойладым, одан да түк шықпады. Ой, байғұс ай, ол бала тағы сесем таяқ жермін деп қорыққам ғой. Кімнен неден қорыққанын білмеймін, біздің арамызда бір кедергі бар. Иә, мүмкін. Ал Хаканның ұйқысы дұрыс болмай тұр. Ұйқысы дұрыс болмай тұр ма? Ой. Ішіне жер қатып жүрген шығар, тексермедің бе? Ұйықтайды ойбай, өлген адамда ұйықтайды тіпті. Онда мен не істеп көмектессем екен, кешке барып кофе демдеп берсем бе? Жоқ, кофе керек емес. Сендер Бенгисуды бір күнге алсаңдаршы. Демек Бенгису кетсе, ұйқысы дұрысталады ғой, солай ма? Иә, мен солай ойлаймын. Мен қуана-қуана алам, баққан былай тұрсын, онымен сайран құрам. Бояу қарындаштарды әлі біздікінде. Жақсы. Я, біздікіне де келсе болады. Апам Бенгисуды жақсы көреді, білесің ғой. Жақсы олай болса. Алло, аташым. Я келдім Стамбулдамын. Әрине келем. Синан ба? Синанмен бірге келем әрине. Біздің бір шаруаларымыз бар еді, соларды бітіріп алайық. Әрине. Мен де сені қатты сағындым. Жақсы бетіңнен сүйдім. Көріскенше. Мыналарды сен жасадың ба? Иә, ұнады ма? Иә, түстерін өте жақсы таңдапсың. Геометриялық ойыңда ұшқыр екен. Домалақ моншақтан кейін үшбұрышты келтіріпсің. Агрессивтілікті жойғаныңмен аса жұмсартпапсың да, өте қызық. Маған ұнады. Зергерліктен хабарың бар екен. Біреуін алшы, сыйлағаным болсын. Жоқ, дәл сен де біле қоймаймын, ау кезінде қызыққаным рас. Өте әдемі. Әлгі жайдан айтам. Ізге түсіп барып ем, алдымнан жайда шыға келді, ойлаш. Дегенмен Беркай жайлы ойлағаным дәл шықты. Тек, енді... Жайдадан ұят болды дейсің ғой, яғни. Дәл солай болды. Сенікі жөн екен. Оны жақтырмағасын, ылғи бір жақты ойлаған екенмін. Шіркей титтей болғанымен залалы таудай дейді ғой. Беркайдың қателігін бізге айту керек еді. Синан, сен бұл туралы мен білмейтін бірдеңені білесің ау деймін. Жоқ, білмеймін. Аманбысың Мелиха әпке? Бүгін өңің жақсы сияқты ғой. Шүкір жақсымыз, Құдайға шүкір. Анау бейшара кінәсіз екен. Біреуге жала жабуға қалай алмайсыңдар. Ал сен неге мені тыңдайсың, мен алжыған кемпірмін. Өзің қасамыштың ғой, өллахи беллахи деп. Кәрі қойдың жасындай өмірің қалды, ана жаққа барғанда не дейсің? Ай, қыз, неге олай дейсің? Алла ұзақ өмір берсін. Ой, тоба. Раббым менің жүрегім таза екенін білет. Қандай сынақ болса да жүзім ашық, Құдайға шүкір. Қой айналайын. Осы махалада кімнің ұясын ойрандамадың? Қызың екеуін қосылып алып. Осыдан Неджибім оралмайтын болса, сол беті кететін болса, сонда көрсетем саған біреудің отбасын ойрандағанды. Мелиха,
мына қызың аузын жапсын. Ай, қарашы. Жарылып кетсін. Тура менің сөзімнен кейін жарылып кетсін. Жаным, алтыным, ашудың да жөні бар ғой, қоя ғой. Мерал жүгір үйдемі сәтір тауып әкеп. Желкесіне ғой, желкесіне. Ай, қайдан білейін қызым вақты болған жоқ қой. Ай, Хидаят. Жүгір бар, үйден дәрі әкел. Барам, Хидаят. Хафиза, сенің дәрің қандай ет айтсаңшы, бәлкім менде бар шығар. Өзім табам. Әкел бері. Ой, оның не қой дейім. Ұят емес пе екен, қойшы. Жаным орным үшін әкелді көрмеймісің. Аятты ойлап тұрайын ба? Ішіндегілерді төгесің деймін. Хидош маған берші мынаны. Қазір Маған берші көрейін. Әкел. Таңдайларыңды қағып не болды сонша? Ей, шешелі қыз екеуің қандай адамсыңдар, неге алдайсыңдар? Біздің не жеп кінәсіз деп. Сен жала жауып дәніккен екенсің, Хафиза. Қызыңды да күйеуінен солай айырдың ба? Жоқ, тәте. Біріншісін мен өзім ұстап алғанмын. Тәте, оны қоя тұрыңызшы. Күмәнданғаным емес, жаман ойламаңыз. Мынау өте қымбат дүние ғой. Дұрыс айтасың, Мералжан. Қымбат. Және де өте қымбат жүзік. Бұл марқұм қайненемнің берген сыйлық еді. Ай. Келін боп түскенде өз қолымен кигізіп еді. Жылдар бойы көзімнің қарашығындай сақтап келем. Бұйырса, сенаныма берем. Ал ол Жайдажанның қолына тағады. Иншалла. Жарайды, көреміз ғой. Не деп түсінді екен тағы да? Көп рахмет. Қолың дерт көрмесін. Пелин болса Бюлентті үлгі етеді. Несінен үлгі аласың? Олар бірге десерт жасады, өнім шығарды, бірге өндірді, яғни мен саған әлі шайда құйғыза алмадым ғой, десерт тұрмақ. Не істеп қойдың тағы? Сұрақтың дұрысы не істемедің болуы тиіс. Не істемедің? Бюленттің қаперіне кіріп те шықпай жүрген не бар? Не істемедің? Тоқташ, Баша, айтпайын десем де қоймайсың. 5 сағат жүріп дастархан жайғанымда ақыры шапалақ жеп жай кеттім ғой. Кешірерсің, сен де менің тілімді қышытпа. Ол дастарханды не үшін жайғаныңды екеуміз де білеміз. Айналайын, ол дастарханды сені жақсылап күтіп алайын деп, қаншалықты құрметтейтінді көрсетейін деп жайдым. Бір шапалақтан кейін желің шығып кетті ме? Оның рас. Кейде не істеу керек екенін білмеймін. Әйтеуір құптауды білсеңші. Мысалы, сұлулығының өзін 1000 жыл жарлауға болатын бір сұлу әйелді лайықты түрде сүйіп өтуге өлшеулі ғұмырымда қалай жеткізетінді білмеймін. Оның үстіне сол әйелді әр көрген сайын жас бозбаладай толқитыным да бар. Ессіз сүйейін десем, бір күні көңілі суып мені тастап кетсе, қайтып бұрынғыдай өмір сүре алмаймын ғой деп қорқам. Демек сенікі дұрыс. Мен кейде не істейтінімді білмеймін. Нақтылау үшін сұрайын. Ол әйел мен бе? Орақ етіп сөйлеуің жаман, басқа біреуді сүйетініңді менен кететініңді айтқалы отырған жоқсың ба? Иә. Білентей. Қарап жібересіз бе? Бюлент бейдің көзі жоқ, қарай алмайды. Бülent бейіңнің... Айыпқа берма, мен қазір келем. Иә, Серканжан, не болып қалды? Мұна жақта ма? Жүр, жүр. Банкте кезегіме таласқан әйелдің қарғысы тиді ме екен, а? Содан келді, өйткені қанша ойласам да басқа ешкім ойыма түсер емес. Қарағыма үйге кірмедің ғой, отырып кофе шай ішер едік.
Жоқ, мен сізге алаңдап, аяғыңыз қалай болғанын білейін дегем. Сол үшін соқтым. Қарағым, аяқты қой, шаман болсақ жазылар. Мен бәрінен не жіпті уайымдап жүрмін. Бұйырса қайтып келер? Келеді ғой әрине, келмей қайда барады. Хаввасыз тұра алмайды ол. Хавваны да білесің неше мәрте кешіргенін. Рас, солай болды ғой. Иә, өзіңде не жаңалық? Синан ба? Синан маған жақсы қарап жүр. Әне Мелихат әтең не деп еді? Бұл өз бітуге жақын, тек елге жар салып айтуымыз ғана қалды. Ой, Мелихат әте, өтірік айтып қайтайын. Бұл жолы өзім де үміттеніп қалдым. Тіпті сенімді бола бастаған сияқтым. Ол қалай болды сонда? Мені дәмханаға апарып еді ғой. Пелин де сонда келді. Жоқ, өйтіп шошымаңыз. Синан Пелиннің бетіне де қарамады. Бәрекелді. Саспа қарағым. Бұл туралы күліп отырып еске алатын күн жақын. Ай, айтқаныңыз келсін, Мелихат әте. Иншалла, әрине. Менің саған бір тосын сыйым бар, бірақ кейін. Рас па? Иә. Жарайды онда. Сізді көп бөгемейін. Үйге кіріп жатыңыз. Мақұл жаным, жат десең жатайын, аман бол. Жайда? Әй қыз, бері кел. Қайырлы болсын айналайын қызым. Құдалық әулет арасында болғанмен бізді де шақыратын шығарсың. Жоға, әлі онда ештеңеміз жоқ. Ай, Мерал, онда әлгі Мелиха неге өзінен өзі бес қап болып жүр? Біз жүзік салу болады екен деп естідік. Мелихат әте бүгін кешке бірдеңе болады дегендей болды. Білмеймін. Мелихат әте маған онда ештеңе айтпады. Ол айтты не, мен айттым не. Біз көрші емес туысындаймыз, аузымыздан өтірік сөз шықпай. Яғни, сіздің айтуыңызша, Синан бүгін маған жүзік сала ма? Мелихат әтеміз екі сөйлемейді ғой. Сен бізден естідім демей-ақ қой. Әлгі жүзікті көзімізбен көрдік. Бір тосын сыйым бар деген сол болды ғой. Басқа не деу керек енді. Ашықтан ашық айту ғана қалыпты ғой. Ой, сенде. Ойбай апау, біз сол тосын сыйды білдірген жоқпыз ба? Жоқ, мен ешкімнен ештеңе естіген жоқпын, білмеймін. Ай, Мелихат әтеміздің мінезінің қаттылығы, тілінің ашылығы болғанымен, аналық мейірімді содан көресің. Синан, нағыз асыл жігіт. Сенде сұлусың, машалла. Мелихаға сүйкімді немере сыйларсыңдар бұйырса. Әумин, әумин. Ой, сіздерді көргенім жақсы болды ғой. Шақырмасаңыздар түк білмей кете беретін едім, я? Жарайды, онда мен барып дайындала берейін. Неге тұрсың, жігір? Бірақ әуелі бір шаруаны бітіруім керек. Соғатын жерім бар. Көріскенше. Ай, Симай мен жынданып өлетін шығармын, тура сүйсейін деп жатқанда әлгі Серкан деген жетпегір келіп өлентпей қарап жіберіңізші деді ғой, сүйісу жайымен қалды тағы да. Ай, тынышталшы. Қалай тынышталайын, менің лицейдегі өмірім бұдан қызықтырақ еді. Тауық табуым керек. Қандай жейтін бе? Жоқ, сүйістіретін. Қайдан табам оны? Пелен қайдан тауып еді? Ауыл стайл дейсің ғой. Не, жылдам қалып алды. Мен бүкіл IQ-умды жұмсадым, дереу бірдеңе ойластыруым керек. Қазір. Я, бір сайт бар еді ғой, жалға үй беретін. Қандай жақсы адамсың, тез қарайын. Осындай кезде сені жақсы көріп кетем. Аша ғой. Ертең көріскенше. Қорқпа, рахмет айтуға келдім. Қорқып тұрғанда жоқпын. Тек түсінбей қалдым. Ендеше бірден түсіндірейін. Синан екеуміз бүгін атастырыламыз. Бұған сенің де көп еңбегің сіңді. Сондықтан бірінші саған айтайын дедім. Жақсы болған екен. Ашудан жарылайын деп тұрсың ғой, я? Ренжіп қалғаныңды көзіңнен көріп тұрмын.
Және соған мәз боп тұрсың ғой, солай ма? Сенен бір кезде сені сүйгендей, енді ешкімді сүймейді, білесің бе? Мұны білетін болсаң, оған неге тұрмысқа шыққың келеді? Ғашықпын өйткені. Ол үшін бәрін істеуге дайынмын. Ал сен ше? Сен сүйгенің үшін не істей аласың? Оны білмейді екем. Бірақ сенің істегеніңді өлсем де істемесем. Міне, сол себепті ылғи жеңілесің. Мен сені аяймын. Және өмір бойы осылай жеңіле бересің. Қолыңда жалғыз суретің қалады. Оның өзі жігітің тастап кеткен тойдағы сурет. Адамдар сенің сол кезіңді ғана жаттап қалады. Жарайды. Күнің жақсы өтсін. Суретпен есте қаларым. Бірақ Синаның бақытсыз болуына жол бермеймін. Дәл сенің қорлығыңа бермеймін. Алло, Жансу, саған әлі де көмек қажет пе? Жарайсың, Перин. Қазір айтқан жеріңе барайын. Сол жерде сөйлесеміз. Қолыңда қандай дерек бар, бәрін айтасың. Жақсы. Сен сонда осы естігендеріңе сенімдісің ғой, я? Жайда ханым, сізге талай рет ескерттім. Бүгінде тексердім. Ақша түспепті. Осы ақшаға сенің қаншама нәрсе сатып алдым. Компьютер алдым. Бүгін ақшасын төлеуім керек. Жақсы, мақұл, рахмет. Сау болыңыз. Иә, тура солай деді оллахи. Шешем ауырып жатыр деген әңгіме болған жоқ. Анау чектер, дәрілердің тізімі дегеннің бәрін дайындап шығарып алған, түсінесің бе? Енді сол сәтте әшкере қылмадың ба? Қайдан білейін, бәріміз сілейіп қалдық. Саған бір нәрсе айтайын. Әлгі құжаттарының бәрі қолдан жасалған анық. Егер соны дәлелдесек, ол тым ұзақ шаруа. Бізге одан да қысқалау жолы керек. Не істейміз? Бәлкім соңында ұятқа қалуымыз да мүмкін. Бірақ басқа амал жоқ. Алло, қайырлы күн. Мен қонағыңыз жайлы білейін деп едім, иә. Моншасы бар, хауыз, бөлмелерде кондиционер, тамаша, жақсы. Ашық және жабық автотұрақ жақсы. Ал енді сіздерде тауық бар ма? Қыз. Жоқ, жейтін емес, піскен тауық емес, тірі тауық. Жақсы, бізге соған ең жақын бөлмені алып қойыңызшы, 2 күн қонамыз. Ой, көп рахмет, жақсы болды ғой. Жақсы, сау болыңыз. Ал қайырым берсі. Болыс бітті. Маған да осындай бір демалыс керек боп жүр. Күнім, сен өскесін, сен де барасың, жақсы ма? Мен өсіп болдым. Тісің қара. Башақ, сен бүгін бегесуді алып кетпекші едің ғой? Бүгін әкетем дедім бе? Иә. Ендеше басқа күнге ауыстырамыз. Мені жақсы көрмесе, онда басқа Башақ тәте тауып алам. Сонымен ойнаймыз. Ай, күнім, оны кім айтты саған? Мен жақсы көрем, сен тек басқа күн ойнайықшы. Бүгін Бюлен көкеңмен алысқа кетем. Сол жерде сенің үшін пісат бармағаның жөн болар. Менің не зияным бар сендерге? Апарғыларың келмейді ғой. Жарайды жаным, өзіміз қыдыра береміз. Сені өзім ойнатсам болмай ма? Башақ тәте сияқты ойната алмайсың. Ай, Башақ, не істегеніңді көрдің бе? Күнімен есімді шығарады енді. Сендермен барса не болады екен? Бара ғой, киімдеріңді дайында. Барамын ба? Қаласаң барасың, жүгір. Юху! Жолдан былай тұрыңдар, мен де барам. Құдай тілеуіңді бермесін, жігіттің ұйықтап қалсын. Башақ, қандай жамансың? Жаман емес емес, сен мені құрттың баланы маған артып қойдың, сөйлеуші болма. Болады. 10 минутта кеңседен шықпасақ, бітті дей бер, хабарлассаңшы тағы да.
Ой, рөлде отырған шығар. Жауап бермеді. Басып жіберді. Толғажан, қайта хабарлас, 10 минут уақытымыз бар. Алло, Толға. Саған өзімде хабарласқалы отырғам. Ренжімеш, бір өте маңызды шаруам бар, соған асығып барам. Пелин, тыңдашы, сен айтпасаң бұл істен айырылам. Басқаларға беріп қояды, түсінші. Толға, маңызды дедім ғой, неге сұрамайсың? Пелин, менікі де маңызды болмаса... Саған дауа жоқ екен. Айтқан сөзді неге түсінбейсің? Хабарласам дедім ғой саған, хабарласам жарай ма? Өмір мен өлім мәселесі көрінеді. Сол шешілгесін хабарласады. Біз 1-2 күнге шегер алмаймыз ба? Жарайды. Жақсы, қайырын берсін, біз біттік. Біз 3 ай ішінде дүниенің ақшасынан айырылдық, Толға. Одан бұрын апамдарға не бетімді айтам. Ал сенің есілдердің ақша. Ренжи көрме, Толғажан, мен сондаймын. Жетер енді. Еш ойыны жоқ, бітті. Мен бұдан былай сенімен жұмыс істегім келмейді, ұқтың ба? Міне, мынаны жігіттерге бере салшы. Жақсы. Нәжіп Жазе. Жиырма бірінші бөлімнің соңы. Фильмді қазақ тіліне аударған 7-ші арна, 2024 жыл.